Звезда эфира болып кетпейін, қыздар қарап. Мен ұлдардан қарағанда олар мықтырақ. Жас талды. Қазір біздің жас футболшы. Кейін біз ойнаймыз. Сәлем достар, біз Павлодардамыз. Мұнда қыздар футбол фестиваліне келдік. Павлодар, папа, мама. Павлодар, Гватемала. Павлодар, сердце мира. Оттуда Роберт Де Ниро. Астана, Нұр-Сұлтан ба? Нұр-Сұлтан, Астана ма? Алматы, наблюдала. Алматы. Ертеңгі қыздар футбол фестиваліне дайындық басталып кетті. Мұнда бапкерлер мен баспасөз қызметкерлеріне арналған оқыту жиыны өтіп жатыр. Жалпы қыздар футболы қалай дамып жатыр деп ойлайсыз? Енді мынау биыл көп өзгерістер болып жатыр. Мынау қыздар әйелдер футболында. Сезонда қазір мынау QJ лига қыздар ойын чемпионат басталса, ойлаймын дамытуға өте қарқынды жүреді деп ойлаймын. Қыздар көреді. Мынау трамплин дейді ғой. Мұнда өздерін көрсетеді, сосын ары қарай жаңа үлкен профессиональный футбол дейді. Соған өтуге өте жақсы мынау көпір. Давай, подожди. Мы дружны и неделимы, нас будет адреналин, наш футбол непобедим. И вот так. Қай позицияда ойнайсың? Мен нападающий. Мен былай жүгіріп ойнай беремін. Жүгіріп ойнайсыз. Біз Павлодардың орталық стадионындамыз. Мұнда қыздар футбол фестивалі басталды. Мұнда қазір жас футболшылар кішкентай бүлдіршіндерге арнап түрлі ойындар жүргізеді. Ойын алаңына келді. Қазір Ақсудың футболшысы Жасминмен бірге ойнап жарсамыз. Кім мықты екен? Көреміз жа? Мен жеңдім. Бірден дәптерден сырты ойылған суретті тауып алған кезде сұрақ келді ойыма айтшы бұл көңіл ояна ма? Екіде бір болмас? Сен жеңдің ғой? Екіде бір. Енді соңғы ойын көрейік кім жеңген? Жасмин жеңді. Достар, қазір біз қыздармен бірге жаттығу жасап жатырмыз. Ана жерде тұрған допты осылай алып келуіміз керек. Кеттік. Жүгір. Я победила! Дружба! Айтыңызшы, жалпы қыздардың қарқыны қалай екен? Жақсы. Атмосфера жақсы болып жатыр. Жалпы футболға икем бар ма екен? Иә, бар. Мен уже 3-ші станцияға қыздар келіп жатыр. Ішінде даже 6 жасар қыз бағана конустардың арасынан өтіп, қақпаға соғып. Сіз анау Қызылордаға қарай, как раз осылардың жарысын жібере салыңыз. Маған қарай. Мен контактын сақ кетейін. Атың кім? Айша. Айша, жасың нешеде? 6-да. Кімнен үйрендің? Исмаил. Исмаил, ағаң ба ол сенің? Ағаң үйретті бе? Қане, допты кеп көрші көрейік. Мен сенің таныңның сынып жетекші секілді бәрін бірдей жақсы көрім әр жеріңді бетіңді
Қара кесе кеттіңді сыптайым надемелі білмесімді шет тілді кекілді Футболдың тілмен сөйлесек координационный способность дейді. Сондай қабілетті қыздар бар. Кейін ұлттық құраманың қатарынан көріп қалатын қыздар бар ғой демек, иә? Алла жазса, я жұмыс болса, Ақсу футбол клубының центрінің жаттықтырушыларына енді өзіміздің көзқарасымызды мынау қыз деп айтуға тырысамыз. Ұнап жатыр ма саған? Өте қатты ойнап жатыр. Жалпы жаттықтырушылардың берген тактикасы қалай екен? Өте жақсы, маған футболды ойнауға көмектеседі. Бәрі сенің қалауыңда емес, оған неге күрсінесің? Мы в шоке сами даже от этого, то, что сейчас происходит здесь, на поле, вне поля, и это круто. Я думаю, этот праздник станет такой ежегодным, да, в разных регионах, и для этого, чтобы как можно больше девочек привлечь в женский футбол. Павлодар стадионының кіші алаңындамыз. Мұнда екі команда бір-бірімен жарысып жатыр. Мұнда қыздар, яғни 6 ойыншыдан және қазір 3-ші орын үшін талас болып жатыр. Қыздар ойын қалай болып жатыр? Сәләтсі, жақсы. Ұнап жатыр ма? Иә, ұнап жатыр. Сендер қай командадан? Біз Фортуна. Серия пенальти дегендей сол жеңіп қалдық біз. Бірінші орын құтты болсын. Бірінші және екінші орын. Екі орынды ешкімге бермей өздеріңіз алдыңыз. Қыздардың қызығушылығы өте керемет, өздері келеді футболдауға. Егер ұлдарды әкелері әкелсе, қыздар өздері келеді, әке шешесіз. Қыздармен жұмыс істеу қиын ба? Олардың эмоциясы басқаша бәрібір, иә? Басқаша қабылдайды, жеңіліп қалса жылап қалады деген. Иә, олардың сол кезде мінездері бар, бірақ біз психология түрден де жұмыс істейміз ғой. Қыздар даже травма алады ғой, футболды ойынның кезінде. Олар тұрып, ары қарай жалғастыра береді. Ол жағынан олар айтып тұрмыз, шыдамды қыздар. Достар, бүгінгі шара өз мәресіне жетті. Бұл фестивальге 200-ден астам қыздар қатысты және олардың әрқайсысына жеке-жеке сыйлықтар да тарту етілді. Бұл шараның басты мақсаты ол қыздар футболының дамуына үлес қосу. Сондай-ақ кешелі лигада келесі жылы қыздар лигасы болады.